Саламатсыздар ма? Бүгін PyCharm бағдарламалау ортасымен танысып, және оны настройкаға келтіреміз. Бұл қандай Python бағдарламасымен жұмыс жасайтын тағы да бір редактор. Python бағдарламасы және ортасында жұмыс жасайтын көптеген программалар бар. Соның бірі осы PyCharm'ды мүмкіндіктеріне қарай жақсы деп ұсынар едім. Оны қондыру үшін алдымен біздер Google браузердің ішіне кіріп, PyCharm download деп жазамыз, немесе PyCharm деп жазсаңыздар, автоматты түрде сайттың өзіне кіреміз. Сосын енді осы бірінші тұрған PyCharm профессиональный деген сайтқа кіреміз. Жоғарыда міне deadbrains.com деп тұр. Бұда екі версиясы бар. Көріп тұрғаныңыздай. Біріншісі пробный версиясы, бір айдан кейін ол бір ай ғана қолданылса, қалған арай платный болады. Ал мына екінші тұрған community версиясы, бұл өте мүмкіндіктері бар, жақсы, профессионал сияқты емес, но бірақ жақсы мүмкіндіктер пайдалану және тегін пайдалана аласыздар бұл программаны. Енді программаны скачать етіп алдық мына жерде. Одан кейін бұл программаны іске қосамыз. Енді кәдімгі загрузканың ішіне кіріп, PyCharm көріп тұрғаныңыздай программаны іске кәдімгі қондырамын. Қосамыз, сосын арғарай next деген батырманы басу арқылы арғарай тағы да мына жерде программа орнататын папканы көрсетемін. Сосын мына жерде белгілеу керек барлық бірінші тұрған для создать для рабочего стола, арғарай мыналар пайда, pygame, то есть py деген файл осы программада ашылсын деген галочка. Осылардың барын галочкаларды қойып, next батырмасын басамыз. Басқаннан кейін автомат түрде өзі арғарай қондырылады. Сосын мына жерде орнатылды. Енді finish деп батырмасын басамыз. PyCharm деген ярлык шықты. Соны шертеміз. PyCharm бағдарламасына 2 рет шерту арқылы біз программаны іске қосамыз. Қазір ашылып жатыр. Мына жерде папканы настроить ету керек деп сұрап тұр. Мына жерде бірінші қара экран, ақ экранмен жұмыс жасай берсеңіз. Қара экран көбіне түнгі уақытта ыңғайлы, ал ақ деген ол көбіне скриншоттап, слайдқа, вордқа, басқа да салып қойғыңыз келсе, көбіне осы ақ түсті пайдаланамыз. Сосын next басса болады, бірақ мына бірінші тұрған осыны басамыз. По умолчанию барлығы өзі по умолчанию қондырылады. Настройканы өзі по умолчанию жасайды. Мынау енді бағдарламалы ортасы, жаңа проектін құрамыз деген сөз. Бірінші проекттің орналасқан жері, аты, және орнатқан интерпретаторымыз Python 385 папкада орналасқан. Create батырмасын басу арқылы біз жаңа проектіні құрамыз. Жаңа программаны құрамыз деген сөз. Арғарай, енді мысал ретінде жаңа жоба құрылды. Жаңа жобаны бір орындап көрейік. Міне көріп отырғаныңыздай PyCharm мына хабарланы экранға шығарды. Hi PyCharm деп. Ең жоғарысында мәзір қатары
мына код терезесі, мында проектлер, проект терезелері, проектте қандай файлдар бар, қандай нелер бар, барлығы көрсетеді. Мына жері программаның орындалу бөлігі. Енді проектіміз келесі осы жолда орналасқан. Windows ортасында ашатын болсақ, Show in Explorer деп басып, біздің проект сақталған бумамызды ашып береді. Енді осы проекттегі осы жерде файлдардың тізімдері шығады. Mine.ru деген, mine.py деген бұл осы жазылған программамыз. Жаңа не құру үшін, файл құру үшін Python файл деп мына жерге пайда болған терезеде файлдың атын жазамыз. Мысалы тест файл test.py деген жаңа файл құрып берді. Мына бумамызды көрсек, бумамызды қосылған көрдік. Басқа да бізде барлық программашылар, яғни бағдарламашылар жазатын өзінің экранға шығару Hello World деп жазып көрейік. Қарапайым сөзді. Python бағдарламасында қалындай іс-әрекеттер орындалады, дәл осы жерде жасап қарай берсек болады. Экранға шықты. PyCharm деп шығып тұр. Ол себебі мына жерде майнда орындалып тұрған көріп тұрған. Ол үшін мына біздің тестті орындату үшін runның ішінде қай файлдағы кодты орындауымыз керек, соны көрсетеміз. Мысалы тест деп бастық. Андаса, міне енді біздің Hello World деген сөзіміз шықты. Сол қайсын орындамыз келеді, соны таңдасақ болады. Программаның стилін ауыстыруға болады. Ол үшін файл, setting, appearance, мына жерде теманы көріп тұрсыздар, theme деп. Осы theme-да осы жерде light, басқа түстер, дракуланы таңдасақ, apply-ды бассақ, басқа қара түске ауыстырып береді. 4 стиль бар мына жерде. Керекті өзің ыңғайлы стильді орнатып алсаңыз болады. Мына жерде мәзірде үлкейтіп, кішірейтуге болады. Мына мәзір қатарын use custom pose, қандай да бір шрифт таңдайтын болса, осы жерде мәзір интерфейс толық өзгереді. Және қасында size өлшемін 10 қоятын болсақ, өте кішірейеді. Ал 10 қойған едім, мына жерде өте кішкентай алып көрсетеді. Ал енді 16 қылсам, кішкене үлкейді. Көне тақтада өздеріңіз ыңғайлы көзге көрінетін болса, көрінетін мақсатта үлкейтіп, код терезесін үлкейтіп, өлшем күші үлкейтіп, настройка келтіріп алсаңыздар болады. Тағы да эдитордың ішіне кірсек, үшінші тұрған эдитордың ішінде фонт деген класс бар, соның ішінде де шрифттерін анықтасаңыз болады, өлшемін анықтасаңыздар болады. Мысалы 18-дің орнына 12 деп жазып көрейік. Apply батырмасын басқаннан кейін, яғни кодымыздың кішірейгені көзімізбен көріп отырайық. Ары қарай орындалу терезесінде де барлығы да кішірейді. Бастап қалпына келтіріп 18-ге келтіріп қояйық. Мұнда көзі үлкейді. Осылай өздеріңізге қажеттеріңізге қарай өзгертіп настройкасын анықтауларыңызға болады. Бүгінгі біздің негізгі осы PyCharm мен жұмыс жасау
мақсатында түсірілген видео. Енді біздер Pygame, яғни Pygame көбіне сурет салып, ойын құрастыруға болады. Ол үшін біздер міне көріп отырғаныңыздай мына жерде project деген интерпретатор деген ішіне кіреміз. Мына жерде плюс батырмасын басқаннан кейін мына жерде Pygame деп егер де сіздің негізде программаңызда болмаса, Pygame'ді өзіміз ручной қондыруымызға болады. Міне енді мен бастым install Pygame дегенді бастым да, бірінші тұрған. Сосын X батырмасымен жауып тастаймын. Мына жерде астында не жасыл жанып тұрған, яғни менде қондырылды деген жаңа көрдіңіздер, баста жоқ еді. Енді Pygame'ді басқаннан кейін менде қондырылды. Окей батырмасын басып, ары қарай сол Pygame'мен жұмыс жасаған уақытта жұмыс жасасаңыздар болады.